Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай чайник астына қоятын салфетница тоқитын боламыз. Ол үшін маған осындай екі жіп қажет. Менде Ярнарттың джинс деген жіпі. Және де осындай 2,5 мм крючокпен тоқитын боламын. Ең алдымен осылай кольцо жасаймыз. Соның ішіне біз столбик с накидымды тоқитын боламыз. Ең бірінші екі сақинамен, яғни екі воздушная петлямен жоғары қарай көтереміз. Сосын столбик с накидым тоқимыз. Міне біз екі сақинадан басқа 11 столбик с накидым тоқимыз. Екі сақинамен қосқанда бізде 12 столбик болады. Осылай барлығы 12 столбик с накидым тоқимыз. Міне осылай тоқимыз. Сосын жібімізді тартамыз. Жібімізді тартқаннан кейін міне жоғары жағындағы столбиктің үстіне міне осылай соңғы және бірінші жібімізді қосамыз. Тағы 2 столбик тоқимыз. Әр столбиктің үстіне 2 столбиктен тоқимыз. Қараңыз, бір жерге 2 столбик тоқыдым. Екінші столбиктің үстіне тағы двойной столбик тоқимыз. Және біздің 12 столбигіміздің үстіне тағы әрқайсының үстіне 2 столбиктен тоқып, бізде 24 столбик болады. Міне осылай екі еселеп, үлкейтіп тоқисыздар. Біздің дөңгелегіміз осылай үлкейе береді. Міне қараңыздар, әрқайсының үстіне мен 2-ден тоқыттым. Міне осындай болып шықты. Енді соңғысымен арасын осылай қосамыз. Сосын тағы 2 сақина, 2 воздушный петля жасаймыз. Міне, бір столбик тоқисыздар. Сосын келесі столбиктің үстіне двойной столбик тоқисыздар. Міне осылай двойной столбик тоқимыз. Сосын келесі столбиктің үстіне бір столбик тоқимыз. Одан кейінгісінің үстіне двойной столбик тоқисыздар. Бір столбик тоқисыздар, двойной столбик тоқисыздар. Осылай жалғасып кете береді. Осы екеуін алмастырып тоқи бересіздер. Бір столбик, 2 столбик, бір столбик, 2 столбик деп. Міне осылай үлкейтесіздер. Қараңыздар, енді мен сіздерге схеманы көрсетейін. Міне схемада қараңыздар, біз міне 3-ші қатарды тоқып жатырмыз. Бірінші қатар бізде 12 столбик с накидым тоқыдық. Міне ол мынау. Енді бізде екінші қатар бізде В деп тұр. Көрдіңіздер? В деген бізде двойной столбик. Біз двойной столбиктер тоқыдық. Енді 3-ші қатарда қараңыздар. Бізде 3-ші қатарда бір столбик, сосын двойной 2 столбик. Мен солай тоқыдық. 3-ші қатарда бір столбик, сосын 2 двойной столбик қыласыз. Қалғандарының барлығында бір-бірден көбейте бересіздер. Қараңыздар. 4-ші қатарда қараңыздар. Бір столбик, тағы да бір столбик, сосын барып В деген бізде двойной столбик. 5-ші қатарда 3-уін тоқисыздар. Тап солай бізде 8 столбик, сосын В дегеніміз двойной столбик. Соған дейін үлкейтіп тоқисыздар. Міне қараңыздар, енді мен 4-ші қатарды тоқиын деп жатырмын. 4-ші қатарда бізде 2 столбик, сосын барып двойной столбик тоқылады бір жерге. Оны қазір сіздерге мен көрсететін боламын. Міне біз осыны тоқимыз. Оны осылай қайталап соңына дейін тоқисыздар. Міне бір столбик, бір столбик,
екінші столбик. Үшінші столбикте біз енді В-ны тоқитын боламыз. В дегеніміз бізде двойной столбик дегеніміз. Бір жерге екі столбик тоқисыздар. Міне осылай жалғастырып тоқи бересіздер. Бірінші столбик. Екінші столбик с накидом. Үшіншіне двойной столбик с накидом тоқимыз. Бізде төртінші қатар осылай үлкейе береді. Міне төртінші қатарды бітірдік. Төртінші қатарды біткен кезде, әр қатарды біткен кезде осындай двойной столбикпен бітуі қажет. Енді біз міне бесінші қатарды тоқимыз. Бесінші қатарды 3 столбик тоқылады, содан кейін барып двойной столбик тоқылады. Міне бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик. Содан кейін барып біз двойной столбик с накидом тоқимыз. Тап осылай үлкейіп жалғаса береді. Міне алтыншы қатарда төртеуін тоқисыз, жетінші қатарда бесеу. Тап солай үлкейтіп жалғастырып тоқи бересіздер. Бірінші столбик с накидом, екінші столбик с накидом, үшінші столбик с накидом. Содан кейін барып двойной столбик с накидом тоқимыз бір жерге. Міне бізде осындай болып шықты. Осылай үлкейтіп жалғастыра бересіздер соңына дейін. Соңында менде 8 столбик, сосын бар двойной столбик болады. Міне барлығы 10 қатар тоқимыз. Ал егер сіздердің жіптеріңіз жіңішке, кішкентайлау болып жатса, одан да үлкендеу қылып тоқсаңыздар болады. Ал жіптеріңіз ірі болса, мысалы 8 қатар или 7 қатар тоқсаңыздар болады. Қараңыздар, біздің дөңгелегіміз осымен бітті. Енді біз оның жан-жағын әдемілеп, ұзорлап тоқитын боламыз. Ең алдымен осындай бірінші воздушная петля алып аламыз. Сосын біз міне столбик без накида бір сақина тоқып аламыз. Бірінші осылай бір воздушная петля, және тап сол жерге столбик без накида тоқимыз да 3 сақина тоқимыз. Арасынан 2 столбик таса кетіп, үшінші столбиктің үстіне біз двойной столбик без накида тоқимыз. Тағы 3 сақина тоқисыздар. 2 столбик қалдырып кетесіздер. 1-2. Үшіншісіне столбик без накида тоқимыз. Двойной столбик без накида. 3 сақина тоқимыз. Екеуін қалдырып кетесіздер да, үшіншісіне двойной столбик без накида. Осылай біздің дөңгелегіміздің соңына дейін жалғастырып тоқисыздар. Қараңыздар, міне бізде осылай шықты. Соңғысына столбик қосып, арасын қосатын боламыз. Және де бізде осы жерде 44 осындай дөңгелектер шығуы қажет. Сосын біз қараңыздар, 7 воздушная петля жасаймыз да, тап сол жерге столбик с накидымен қосамыз. Келесіне кіргізіп, тағы столбикпен кіргіземіз да, біз 4 столбик тоқимыз. Тап сол жерге столбик с накидымен қосамыз. Келесіне столбик с накидымен барамыз. Одан сосын біз 4 сақина тоқимыз да, 3, 4-еуін тоқисыздар. Тап сол жерге столбик с накидымен қосамыз. Келесі бұл жерде кішкене қателесіп кеттім. Бұл жерде столбик с накидымен келесінен қосасыздар. Бірінші столбик с накидымен қосып аласыздар.
әрбір осы келесі осындай узордың үстіне түскен кезде бірінші столбик с накидыммен түсесіздер. тап сол жерге қазір міне столбик с накидым тоқыдым. Ал келесі узордың үстіне столбик с накидыммен түсеміз. 4 сақина тоқимыз. Тап сол жерге столбик с накидым. Тап осылай қайталап тоқи бересіздер. Міне бізде осындай болып әдемі болып шығады. Үшінші сақинаға соединительный столбикпен қосамыз. Тағы бір соединительный столбик жасаймыз. Сосын барып столбик без накида жасаймыз. Сосын келесі узордың үстіне осылай біз 4 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2, 3 және де 4. Төртеуін тоққаннан кейін біз 3 воздушная петля жасаймыз. Бірінші воздушная петлямен арасын соединительный столбикпен қосамыз. Сосын тағы да 4 столбик с накидым тоқимыз. Яғни бір жерге барлығын бір узордың ішіне, осы кольцоның ішіне тоқисыздар. 3, 4. Ал келесі узорға столбик без накидымен қосамыз. Ондан келесіне біз жаңағы узорды қайтадан қайталаймыз. Яғни 4 столбик с накидым. 1, 2, 3. Және де төртіншісі. Сосын 3 воздушная петля жасаймыз. Бірінші воздушная петлямен арасын қосамыз. Тап сол жерге тағы 4 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2, 3 және де 4. Келесі узордың үстіне столбик без накидамен қосамыз. Келесіне 4 столбик с накидым тоқимыз. 3, 4 және де 3 воздушная петля. Біріншісімен екеуінің арасын қосамыз. Және тап сол жерге 4 столбик с накидым тоқимыз. Тап осылай узорымыздың соңына дейін тоқисыздар. Ешқандай өзгермейді. Тап осы узор қайталанып тоқыла береді. Қараңыздар, міне соңына келдік. Міне столбиктің үстіне қосатын боламыз. Міне осындай болып шығады.
енді жібімізді қиямыз, арасынан өткізіп, керек емес жіпті қиып тастайсыздар. Осымен біздің сабағымыз бітті. Сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Жалпы бұл софьетін сән тоқу жолы өте оңай, ешқандай қиындық жоқ. Аса қатты бір узорлар да жоқ, өте жеңіл. Барлығыңыз тоқи аласыздар деген ойдамын. Егер де менің видео сабағым сіздерге ұнаса, маған лайк басып, комментария жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Менің каналымда басқа да жақсы сабақтар бар. Оларды қарап, қолдап, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта одан да көп күшті видеолар ұсынатын боламын. Және де қандай бұйымдарды тоққанымды қалайсыздар, оны да комментарияға жазып кетулеріңізге болады. Сіздің комментарияларыңыздың барлығын оқимын. Және де егер де видеода тезірек тоқып кеткен болсам, кешірім сұраймын. Қанша жай тоқимын деп видеода бастаған кезде солай бастаймын, жай тоқимын деп, бірақ қалай тез тоққанын байқамай қаламын.